Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге құрамына малиновый конфи қосып дайындалатын өте дәмді, жұмсақ және де денсаулыққа өте пайдалы шпинатный торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен тазалап жуылған кептірілген шпинатымызды блендерға салып, үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап езетін боламыз. Барлығын осылай сабақтарымен салып, үстінен сұйық майымызды құйып, ұсақталғанша блендермен езіп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге өтіп таба аласыздар. Енді жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығынан ең жоғарғы жылдамдығына дейін әппақ бұлт болып көпіргенге дейін жақсылап араластырып езіп аламыз. Жоғарғы жылдамдыққа бірден көтермейміз, арасын 2-3 минуттан асырып барып көтеретін боласыздар. Ең жоғарғы турбо режиміне қойғаннан кейін артынан із түскенін қараймыз. Егер де із түспесе, қайтадан миксерлейміз. Дәл осылай миксердің насадкасынан із түсуі керек. Мінекей, біздің жұмыртқалы массамыз дайын болды. Енді осыған алдын ала дайындап алған шпинатты массамызды құямыз. Барлық шпинатымызды құйып, жақсылап блендермен қайтадан еземіз. Көп араластырмаймыз. 1 минут жақсылап біріккенге дейін миксерлеп алсақ жеткілікті. Енді ең маңызды этапқа келдік. Ол біздің құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ол үшін ұнымызға 2 шай қасық разрыхителімізді қосып, дәл осы електің ішінде араластырып біріктіріп аламыз. Енді осы ұнымызды 3 бөлікке бөліп, біздің массамызға қосамыз. Әрбір бөлігін қосқаннан кейін міндетті түрде қасықпен немесе осындай лопаткамен бір бағытта төменнен жоғарыға қарай бір келкі араластырып аламыз. Арасында ұнның түйіршіктері қалып қалмауы керек. Және де бисквит жақсы көтерілу үшін міндетті түрде ұнды осылай ситаның көмегімен өткізіп аламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілуі керек. Сонда сіздердің бисквиттарыңыз әдемі, жұмсақ, биік болып көтерілетін болады. Үшінші рет өткізгенде де дәл солай бір бағытта төменнен жоғары қарай қасығымызды көтеріп, біздің массамызды басып алмайтындай ұнымызды біріктіріп қосып аламыз. Енді мен осындай кальцияда пісіретін боламын. Алдын ала астына фольга төсеп дайындап қойдым. Егер де сіздерде бұндай кальция болмаса, торттың формасына дайындай берсеңіздер болады. Осы этапта пешті алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дәл осы кезде ұнымыз қалып қалмауы керек. Көріп тұрғандарыңыздай бізде ұнның түйіршіктері формамызда жоқ. Ортасы дөмпиіп, шеті көтеріліп піспеу үшін шетін тегістеп және де 2-3 қайтара столға жақсылап ұрып жібереміз. Бисквит жақсы көтеріліп пісу үшін алдын ала қызып тұрған пеште орташа температурада пісіру керек. Мен 160 градуста 60 минутта пісіріп алдым. Егер де сіздерде әсел пеші секілді ортасы жақын пештер болса, 150-140 градуста пісіресіздер. Алғашқы 30 минутта пештің қақпағын ашпау міндетті. Толық піскендігін осындай ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп алсаңыздар болады. Толық піссе таяқшаларыңыз құрғақ болып шығады. Мінекей, біздің тортымыз пісті. Енді осылай қақпағын жартылай қиғаштап 5 минутқа қалдырамыз. Енді бисквитімізді дәл осындай решетканың көмегімен толықтай суытып аламыз. Мен кішкене 10-15 минуттан кейін пештен алдым, решеткаға төңкеріп, дәл осы решеткада барлық жері толықтай суығанға дейін суытып аламыз. Негізі бұл рецепт 18 диаметрлік тортқа арналған. Мен 21 диаметрлік тортта пісірдім. Сондықтан да менде бисквиттің биіктігі 8 см болып шықты. Егер де сіздер 18 см пісіретін болсаңыздар, онда бисквиттеріңіз биік болып шығатын болады. Енді дәл осы бисквит суығаннан кейін бірден жасай берсеңіздер болады. Не болмаса мен секілді пищевая пленкаға орап, холодильникке бір түнге қалдырсаңыздар болады. Негізі бұл тортты дәл осылай холодильникте 3 күнге, ал морозилкада 1 айға дейін сақтауға болады. Енді малиновый конфи дайындаймыз. Ол үшін салқын суымызға желатинімізді қосып, жақсылап араластырып, бөлме температурасында жарты сағатқа қалдырамыз. Енді конфиді құятын ыдысымызды да алдын ала дайындап қоямыз. Ол үшін осындай форманы жақсылап шеттерін 2-3 қайтара пищевая пленкамен орап дайындап қоямыз.
Енді малинамызды дайындаймыз. Менде замороженный малина осындай түбі қалың ыдысқа салып аламыз. Және де оның үстіне қантымызды, егер де замороженный болса, кішкене су құйып жібереміз. Егер де балғын малина болса, онда суды құюдың қажеті жоқ. Баяу отқа қойып, жақсылап араластырамыз. Бізде малинамыз осылай отқа түскеннен кейін өзі еритін болады. Дәл осылай бұрқылдап қайнағаннан кейін 5 минут қайнатамыз. Осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Малиналарыңыз жабысып қалып жүрмесін. Ал достар, сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Себебі менің каналымда көптеген жаңа рецептер шығып отырады. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар. Малинамызды оттан алғаннан кейін 5 минут толықтай суытып алып, үстіне бөлме температурасында қатып тұрған желатинімізді салып, жақсылап езіп араластырып жібереміз. Ыстыққа түскеннен кейін біздің желатиніміз өздігімен еритін болады. Енді алдын ала дайындап қойған формамызға астына қатты ыдысымызды қойып, үстіне осы малиновый конфиімізді құйып, морозилкаға қатырып аламыз. Дәл осылай барлығын қатырып, алдын ала дайындап қоямыз. Достар, бұл тортқа малиновый конфиді қосу міндетті емес, қоспай дайындасаңыздар да болады, бірақ дәл осы малинаның дәмі осы тортқа ерекше дәм беріп тұрады. Сондықтан да мен сіздерге қосуға кеңес етер едім. Енді бисквитімізді пищевая пленкадан шешіп, 3 немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Міндетті түрде осындай ара пышақты қолдансаңыздар, бисквиттарыңыз өте жақсы кесілетін болады. Немесе жіппен байлап кесіп алсаңыздар да болады. Барлығын осылай жақсылап кесіп аламыз. Ешқандай пропитка қолданбаймыз. Біздің тортымыздың құрамына сұйық май қосылғандықтан тортымыз өте нәзік, воздушный болып шығады. Сондықтан да пропитканы қажет етпейді. Бұл торттың құрамына шпинат қосып дайындағандықтан денсаулыққа өте пайдалы және де өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мінекей, менің малинам 1 сағаттың көлемінде қатты, ертерек қатты, сондықтан мен осылай формасынан шешіп, тағы да морозилкаға қатырып қоямын. Себебі өте тез жібіп кетеді. Біздің кремді дайындағанға дейін малинамыз жібіп кетеді. Сондықтан да мен қазір оны дәл осылай қайтадан морозилкаға жіберемін. Ал енді торттың кремін дайындауға көшеміз. Ол үшін салқын творожный сырымызға сахарная пудраны қосып, миксермен араластырып аламыз. Ең алдымен екеуін қасықпен араластырып алсаңыздар да болады. Мен осылай миксер насадкасымен сахарная пудра жан жаққа ұшпас үшін осылай жасап алдым. Содан кейін барып миксермен жақсылап біріккенге дейін араластырамыз. Енді осының үстіне салқын сливкимізді құямыз. Мен осындай свежее завтра деген сливкиді пайдаландым. Барлығын біріккенге дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Сливки өте тез шайқалады, сондықтан іріп кетпес үшін мұқият қадағалап миксерлегендеріңіз дұрыс. Осылай жан-жағын бір жиып алып, екінші қайтара жақсылап миксерлеп жібереміз. Бізде дәл осындай өзінің формасын жақсы ұстайтын крем дайын болады. Енді тортымызды жинап бастаймыз. Ол үшін мен осындай астына кішкене кремнен қосып жібереміз. Ол бізде тортымыз қозғалмай жиналып тұру үшін қажет болады. Енді шетін украшениеға осындай ортасындағы бисквиттерін қолымызбен кішкене жиып аламыз. Кальцоны кигізу міндетті емес. Егер де торттарыңыз түзу жиналғанын қаласаңыздар, онда осылай кальцоның көмегімен жинап алсаңыздар болады. Енді кремнен салып бастаймыз. Әр коржиктің арасына 3 немесе 4 ас қасықтан қосамыз. Енді дәл осы кремнің үстіне морозилкадан біздің малиновый конфиімізді алып орналастырамыз. Енді осы малиновый конфидің үстіне жұқа бір қабат қана кішкене креммен жағып жібереміз. Ол бізде креммен бисквитті байланыстырып тұру үшін қажет болады. Екінші бисквитімізді орналастырамыз. Дәл солай ортасына кішкене мөлшерде кремімізді жағып, үшінші коржигімізді орналастырамыз. Достар, егер де сіздер менің арнама келген, жаңадан келген оқырманым болсаңыздар, онда міндетті түрде дәл қазір подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуларыңызды сұраймын. Себебі келесі видео рецепте мен сіздерге өте дәмді және де ешқандай мастер-класстарда сатылмаған карамельная девочка тортының видео рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да дәл қазір каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.
Ал енді тортымызды жинап бастаймыз. Мен кішкене сыртына крем қостым, себебі сыртын осындай крошкамен әрлейтін боламын. Бұл торт бізде натуральный, ешқандай краска қосылмайды. Сондықтан да денсаулыққа өте пайдалы тортты сіздер де дайындап көріңіздер. Тортымызды жинап болдық. Енді әсемдейміз. Сыртына осындай крошка қою міндетті емес, жай ақ крем чизбен қаптап қойсаңыздар да болады. Сәндеу жағы өз қалауларыңыз бойынша мен осындай оформление түрін пайдаландым. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда дәл қазір осы қазақша контентті каналдың өсуіне, алдыға қарай дамуына аз да болса өз үлесіңізді қосып, каналыма тіркеліп, және де жақын дос туыстарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Мінекей, біздің тортымыз осындай өте жұмсақ, нежный, воздушный, ауызда еритін тортты сіздер де дайындап көрулеріңіз қажет. Өз отбасыларыңызды, бала-шағаларыңызды тәтті тортпен қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Пока-пока.